Баршаңызға сәлем, сіздерге керемет лайфхакпен бөліскім келіп отыр. Қыстың қамын жазда ойла демекші, біз қысқа жақын осылай қалталап сәбіз, картошка жуаны алып, сәбіз бен картошканы жердің астына көмуге болады. Оның пайдасы әрине ол шірімейді, солымайды. Тоңазытқышқа салып қойсақ, бір айға жақын уже солып бастайды. Ал бұл неше ай тұрса да ешқандай солымайды. Егер тамырланып жатса, астын алғаныңыз жөн. Ал таза болса, қалтасымен көміп, оны алшақтап аламыз. Барлығы бір-бірінің үстіне қалып қалмауы тиіс. Қазған жерге сыйғанша араларын алшақтап тастаймыз. Үстіне құмдарды себелейміз, себебі бұл мұздатып тұрады, ешқандай шірітпейді. Свежий күйінде сақтайды және үстіне ағаштар қоямыз. Өзіңізге ашып алуға ыңғайлы ретінде бір ағашты таңдап алсаңызға болады. Үстіне жылы болатын киіз болса да, палас болса да төсеп тастаңыз және де оның үстіне жаңбырдан, қардан қорғану үшін үстіне пакет төсеп қойғаныңыз жөн болады. Ешқандай су кірмейді және үстіне осылай құмдарды тастап қойсаңыз болады. Жасап қараймын десеңіздер болады. Әрине барлығы свежий күйінде тұрады. Баршаңызға рахмет.